Нұрдау, тұрш, ішім пысып атыр, анайқа жүр. Полкіден 3 кітап бер жүрш, бош. Нұрдау, кітаптың тұңғиығына батып кеттің ба? Ей, Нұрдау! Ой, не болды? Көртсі ғой кітап оқытқан. Башын айқа? Болды ма, бітті ма? Өмірің осы кітаппен шектеді ма? Түсінбедім мен сен. Өзің ойлаш. Бәстескен біз. Бір аптауы телефон ұстамай жүретін біз. Ал тапсырманы орындағанда біз. Бірақ ақшаны алатын Димаштар екен да, Ой, құдай-ай, сол ақшама өйтіп барышқан. Бізде ақша болмай мен жүйемізде кітапқа деген махаббат бар. Не болды сан? Ой, қойшы өтір, қатырып. Ой, мен жақында кітаптан бір сөз оққам. Пәленбайымың ақша тапқанша, пәленбайымың ақша табатын. Білім тап деген, көрдің ба? Ақша таусылады, ал білім таусылмайды. Мына сөзін жас қою керек пе? Қандай тамақ істеп саған? О, сендер бұндай тамақты өмірлерінде жемегесіңдер. Біз жемеген қандай тамақ ол? В общем, еті жоқ, картошкасы жоқ, сәбіз жоқ, тек пиязы бар, сорпа. Айтпақшы ұмытып барады екен. Бүгін үйге қонақтар келеді, дайындалыңдар. Ол кімда? Мадияр мен Құрманбек деген балалар. Неге? Неге болғанда бізде енді Іңкәр, Аян, Аяу бәрі лагерге кеткен жоқ па? Вот сендер жалғызсырамасын, сендерге серік болсын деп шақыртып жатырмын де. Жетпеген солар еді. Не деп мыңғырлап отырсың сен бала? Дұрыс болып деп жатқаным ғой. Топырлаған қошқарлар, өзіміз қаппыз ғой. Вот, енді осы топырлаған қошқарлар болып дастарханды өздерің дайындайсыңдар. Себебі үйде қыздар жоқ. Енді ортамызға срочно қой өздеу керек болды. Қой несі тағы? Жеңгеліп жатқаным ба? Оттай бермей құрыңдар бере. Үндемеген сайын бұлар. Тұз аяқта еді бізде. Дәнекер аға! Қайсы қолы? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Не алып жүрсіңдер? Тағы да сол Free Fire ма? Пәле болып мере сендер. Жоқ, аға, біз оны қойып кеткенбіз. Аға, қазір біз оны есімізге де алмаймыз. Да? Ой, красавчиктері. Не алып жүрсіңдер онда? Сыртта көшеде екі бала бір адамды іздеп жүрген сияқты. Аға, соған бір үлкендігіңізді көрсетіп, көмектесіп жібересіз ау? Екі бала дейсіңдер ма? Иә. Жүріңдер көрейік. Кет. Кімдер ол? Қайда кетті олар? Аналар емес па? Аға, ана балдар ғой. Ой, мына біздің балдар ғой мынау. Қалайсың? Ой, біздің үйге қойлыққа келе жатқан балдар ғой, Мадияр мен Құрманбек қой. Мадияр, Құрманбек! Бергендер. Жүгірмектер, арасыңыз ғой. Қалайсыз? Дәулеткен хабарласам, трубкасы өшіріп. Ассалаумалейкум. Нұрдәулеттің қазір телефонды мүлдем ұстамайтын болған. Қазір кітапқа басымен кіріп кеткен ғой былай. Қалай, жақсы келдіңдер ма? Иә. Тура уақытысында келді. Жүріңдер, үйде дастархан жайнап тұрып тамақтанамыз. Мә, сөйтіңізші, ато асқазан жабысып қалды ғой ше. Менің асқазаным маған өкпелеп қалған, неге тамақ жемейсің деп. Шотта біздікі де бір түрлі болып тұрған сияқты ма, Айнар? Иә, Димаш, бізде бар, тамақтанып аламыз ау дейме? Ой, сен екеуің тамақтарың өмірі тоймаған ғой. Былай қылайық. 6 қошқардың басына қосайын, Ой, қошқарларым менің. Қошқарлар. Кет. Ой, здравствуй, интеміз. Өзіңіз каксыз? Извините, я контролер, мне нужно показания воды и газа. Можно срочно, я спешу. Су дейсіз ба?
ішке кіріп, іште су да бар, май да бар, шай да бар. Нет, кажется, вы меня не поняли. Я контролер, мне нужны показания воды и газа. Құдай-ай, не деп кеттіңіз, ай? Ішке отырып, шай ішіп, отырып сөйлесейікші. Нұрда бар ма? Ойбай, сұрсыз, Даникерген қызы бар екен бұл. Бізді таныстырмадыңыз Даникер аға? Дәл өзіндей маған сенге сыйлаған. Алламызға ғұмыр берсін ағамма. Неғып жүрсіңдер, қосандашы бар. Болды, аға еш нәрсе түсіндірмей қойыңыз, онсыз да бәрі түсінікті. Сәл ұялып тұрсыз, оны да білеміз. Ақыр қаптың беті ашылған екен, оны жасырмай қойсаңшы Даникер аға. Так, я не поняла, кто эти ребята? О, не обращайте внимание, вы Сумфольский пацандар ғой. О, татем бүксіз орда, орысша қыздар түсіндіріп. Қосандаш бір. Татемді жіберетін болып, орысша, внимание деп қойықтырсың. Қыз қарсы қалай адамды өзгерт жүреді. Мен Даникер ағам 1 грамм орысша білмейтін. Енді қыз көрсе, ағылшынша да сайрайын деп тұр ғой. Давайте, вот. Да, хорошо. Су, газ, дәрі, будем кушать. Не көрсетейін деп жатыр. Сөз салайын деген ғой. Мә, жоспарын құрттық қой. Ұят болып қалды иә. Ей, біз не үшін келген еді айтпақшы? Ақырып Нұрдауға келдік қой. Соған келдік па? Ал Құрманбек Мадияр, біз бұяққа футбол ойнауға келдік. Жалпы, ауылдан сұратқаным ғой. Иә, ауылдарыңыз келемет екен. Мә, Нұрдау, сен футбол тек телефоннан ғана ойнаушы едің ғой? О, біздің Нұрдау өзгеріп кеткен. Қазір тек кітап, спорт, білім ғой ойлағаны. Иә, мен де почти қазір сондаймын. Айналайын, қоя саш. Түнде тығыл көрпенің астында телефон шұқылап жататын жарсың? Жоқ ой, қазір ерте жатып жүрміз ғой. Бұл жігіттер дауласпайық. Ал Мадияр мен Құрманбек, бұл менің достарым. Асылжан мен Шыңғыс. Мен қысқашалап Тина десең болады ғой. Мен Ашық десеңдер болады ғой. Болмаса Тажик десеңдер болады. Мағжан, қуасың ба? Сен үлкен ағаларың ғой. Кешіріңіз басан. Болды, футбол бастамадық ба? Жігіттер, ұрыспай, қырылыспай ойнайықшы. Айыпсаны қаладан келген балалар біз жабай деп ойлап қалар. Жоқ, олай ойламаймыз. Бізде ондай болып тұра береді ғой. Ештеңе етпейді. Жігіттер, давай бастай ғой. Мә, жаңа контролер қыздың ше, атын да сұрамаппын ғой. Айтса, айтпаса Даникер тормызсың ғой, негізі бар ғой. Как вас зовут деп сұрай салсаң, бір тілің қырқылып қаламы сенің, мейлі келеді ғой бірақ. Я контролер, газ, су, свет тексергенский деп келеді. Не болса да келесі айға дейін күту керек болды ғой. Келесі айда келсе бір галстукпен, бір гүлмен күтіп алам ғой. Жаның ең бір әдемі. Шіркін, балалық шақ ең бақытты шақ қой бұл дегенше. Рахат, проблемалар жоқ, кредит жоқ, уәйім жоқ. Ең бақытты кездер ғой. Бізде сендердей болғанбыз, сендер де біздей боласыңдар әлі. Проблема алда ғой сендерде. Балдар қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Ағай, шотам тағы машина жүру керек па? Жоқ, бәрі жақсы. Мәшіне итерудің қажет жоқ. Ол мәшіне бұзыла бергеннен кейін бар ғой, сатып құтылды ме? Негізі маған жаяу жүрген жарасады ғой. Қаланы аралап, сендерді көріп дегенде. Сол машина болмағанда біз мұнда футбол ойнамақ. Қалай сонда? Ой, көке, сіздің машинаңыздың ішіндегі бәстескен 5 мың теңге туралы ше? Ол есімде ғой. Олар Нұрдаудың туысқандары, Мадияр мен Құрманбек. Қаланың балдары дейме? Оны қайдан білдіңіз? Сенің очкиіңнен білдім, сенің киіміңнен білдім. Құрманбек очкиді бекерден бекер тағып жүрген жоқ. Телефон құртты ғой көзін. Онда бұларға біздің системаны пайдалану керек қой. Сөйтсеңіз зор ғой. Ақшасын тағып мен аламын десей. Бұл жол енді ақша берілмейді енді. Көке, енді қандай шарт қоясыз? Жігіттер, не айтып атсыңдар? Дым түсінбедім бар ғой ше. Маған да айтыңдаршы, мен де түсінбедім. Оны кезінде біз де түсінбейміз. Қазір Нұрбол көке өз түсініп жүр.
Түсінбегенде бұл жігіттерге қандай шарт қойсам екен, а? Мен білем қандай шарт қою керек екен. Егер Мадияр мен Құрманбек телефоннан тыйылса, сіз біздің Даникер ағамызға келіншек тауып бересіз. Қалай айттың? Даникер деген кім? Ағаларың ба? Біздің ең үлкен ағамыз. Жасы 35-те. Ой, жарықтық отырып қалған екен де, я? Қуасыңдар ма? Болаңғы мен неғып Нұрболаға айтып атсыңдар? Жай, пайдам істейсің дедік та? Не болды соншама? Бұл теманы негізі өзіміз шешіміз керек қой. Ей, біз емес, Нұрдолар десей? Болды, не айтып кеттіңдер? Тоқта, жігіттер, тоқтаңдар. Менің түсінгенім, сендер яғни ағаларыңа келіншек іздеп жатсыңдар ғой, а? Жоқ, келіншек болғанда жаңағы келіншек болатын қыз іздеп жатсыңдар ғой, а? Ей, менде бір материал бар ғой. Материал не стақ? Бұлардың іздеп жүрген зат емес адам ғой? Дұрыс қой. Енді соңына шейін тыңдасаңдаршы. Сендердің 35-ке келген отырып қалған ағаларың бар екен. Менің де жасы біразға келіп қалған отырып қалған балдызым бар. Сол екеуін таныстырып жібермедік па? Енді оларды қалай таныстырамыз? Сен ол жағын маған сенсе, өзін таныстырам ғой, өзін табам ғой. Айласын. Балдызым қуанып қалатын болсын. Жігіт тауып берші деп жүрген ғой, жандарым менің. Ағаларыңнан 35 дедіңдер ма? Иә. Біздікі де сол жол болас. Canım-ай, Allah. Ne жазды мен жаным саған? Не болды аға сізге? Өлі аға сізге не болды? Қай жеріңіз ауырып жатыр? Жедел жәрдем шақырамыз ау. Тезірек шақырмасақ болмайтын сияқты. Қазір. Мен телефон үйде қалып кеткенін-ай. Менде бар, мен қазір өзім звондаймын. Ей, скорыйға звондама. Бұл скорый көмектесетін ауру емес. Қой, нағын түсінбейсіңдер сендер. Енді кім көмектесе алады? Тоқтай тұрыңдаршы. Даникер аға бізге басқа нәрсе айтқысы келіп тұрған сияқты ғой. О, Мадияр, сен таптың. Ойбай. Айтыңызшы аға. Ол кім? Айтаспайды дейсіз ба? Бұған бір-ақ адам ғана көмектесе алады. Ол кім? Ол Контролер. не дейді? Контрстрайк. Аға, сіздің бізбен Counter-Strike ойнағыңыз келіп тұр ма? Қайдағы Counter-Strike, қайдағы контр? Контрдан бастарыңғасын сендердің. Түсінбейсіңдер сендер. Ол кім емес? Болды, түсіндім. Махаббат қызық, мол жылдар дейсіз ғой. Бәле сендерге. Бір адам ұсап ақылдасайын десем, осы жамырап шығасыңдар. Құрындаш бәле. Жеке қалдым. Мені қиялыммен қалдырыңдар. Жаңағана орыс қызға ма не? Хоппана, Нұрбол екен, балдыз не болды сонда? Келісіп қойып ек қой. Сол Нұрбол көкеге айту керек. Тоқтаңдаршы. Біз не басымыз ауыртып отырмыз? Бірінші Мадияр мен Құрманбек тапсырмасын орындамай ма десеңдерші. Даникер ағасына жаны ашса орындайтын шығар. Чотам жіктер, бұған не дейсіңдер? Жіктер, негіз бұл қиынға соғатын нәрсе, бірақ Даникер ағамыз үшін тырысып көруге болады. Нұрбол көке бастескенді жақсы көреді ау, Құрманбек, іш нәрсесі жоқ. Алдың бәсте бізге зор пайдасын тигізген. Рахатын тек Димаш пен Айнар көреді. Қош сен де айта бермей. Егер де ертең Даникер ағамыз үйленіп жатса, сол 5000 теңгені бет ашарына бермейінсі? Неғысың, жақсы айттың. Аузынамай, астына тай дейсің ғой. Мала десе Айнар базары күшті айттың. Негіз на кітапты оқысаң, ішің мүлде пысырайды. Негіз кітап аталуына жолап көрмеген бошы. Мадияр ондайға қызықпайды дағы. Міне қызық десемші, сол кезде 5000 теңге болды. Өмірім қалай өзгерді. Кітапқа шамалы жақын едік, енді міне шыға алмай жұмыс. Мен бәрін түсініп тұрмын ғой, бірақ маған ең маңызды ақша емес. Жарайды, мен оқысам оқып көрдім. Бәстесі үшін емес, өздері үшін оқыңдар, сонда вообще кайып болады. Білмеймін, тіпше оқығым келіп тұрған жоқ. Маған кітап оқыды қояды. Тиктокта не тренд болады екен? Алло, чеми, мао. Жігіттер, мұнда екесіңдер ғой. Не амал тапсақ болады, Нені айтасың? Әлгі ана спорт ше? Несеме ойым бар?
Маған қатты қызық болып отыр Даникер ағаның үйленгені. Ол бәрімізге қызық болып жүр. Нұрбол ағам не ойластырып жүр екен? Нұрбол көкеме хабарласшы. Ол көке, Нұрбол көке өзі айтты ғой өзім хабарласамын деп. Мадияр мен Құрманбек те келмейтін кезде келеді екен да? Қалай сонда? Ой, ақмақ, солармен суарыласамыз деп пайда болған жоқ қой бұл тема. Бұлар да ақмақ болмайтын кезде ақмақ болады. Баратырмыз. Ey, baratарсың дейсіңдер ме, немене беле? Баратыр қой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Мен контролермін. Газдың показаниясын тексеріп жүредім. Контролеріңіз показаниясына өткенде басқа қыз еді ғой келін? Бізде солай, біз ауысып жұмыс істей береміз. Мен ішке кіріп жазып алайын, е? Қоя тұрыңыз. Мен кіріп өзім көрсетем. Нені көрсетесіз? Показаниян басқа нен? Енді мен сонда да өзім қазір жазып алып, көруге құқым бар қазір, бізде заң солай, мен кірейін. Тоқтай тұрыңыз, сізден бе қуғыншылар ұсап, баса көктеп, қызды шығар дегендей, қой айналайын, басымды ауыртпаңыз. Сіз мен жүрегімді ауыртпаңыз. Жоқ, сіз не деп тұрсыз сіз? Қоя беріңізші енді. Бұлай тұрыңызшы, мен кіріп жазып алуым керек. Мүмкін неге пәңгісіге тұрғыласыз? Счетчик қай жерде көрсетіңізші маған счетчикті. Кіре береміз ба, былай қарай? Қалай болды? Балдызым сұмдыққа деді ме? Үйге кіріп кетті. Айттым ғой біздің балдыз Атморозов деп. Атморозов деп. Даникер ағам тас алған шығар жүрмесін. Ой, шілей ондай емес сендей. Үйде ешкім жоқ қой, Кешкенде үйдің бәрі шығып кеткен. Болды онда. Мен де кірейін. Қарындас, неге қылдыңыз? Түсірдіңіз ба? Енді араласпасаңызшы менің жұмысыма. Мен жұмысымды істеп жатырмын ғой. 2 сағат болды ғой, шұқыланып атқаныңызға. Сантехник бедіңіз? Сіз бар ғой, түсінсеңізші енді. Түсіргесін анық етіп түсіру керек, ана жаққа көріну керек бәрі. Сонда білініп тұрады. Мысалға деп жатырмын да. Айтпесе ана жаққа отчетқа жүзін жерін ұстап екен. Бопты, ертелік түсіріп жұмысыңыз істеңіз, жүзімнің бәрін опырып барасыз ғой сізде. Ертелік істеңіз да, кетіңіз бұл. Деп жазып аламын да. Мама! Содан! Ора? Тапа-тап сылғы жүрген несі? Тоқтаңыз! Сіз осы жерде тұрыңыз. Жығылманан. Қорғанаңыз осы жерге қазір. Керенді шешіп керемін. Бәрін өзім шешіп керемін қазір. Негізі мен ғой еркек. Мен шешуім керек еді ғой. Бірақ тұр деді тұрам. Мен еркекті тұрған жерде тұрам. Қасы! Ойбай! Сволочь! Сволочь! Мы не кажется, что я осы үйге срочно келім болу керек. Сондай баланы красавчик жүрсе, оқталмауызым ғой. Құрасаман дедім мен! Болды. Проблема шешіп тастадым. Ұрын қуып жібердім. Ұрын жоқ па? Жоқ, ұра кетіп қалды, қуып жібердім. Енді мынандай үлкен үй болғасын, ұрылар көп түседі ғой. Мәссаған, сізге көп рахмет. Сіз негізі бар ғой, керек адам екенсіз. Сіздің номеріңізді жазбасам бола ма? Жазып алыңыз. Қанша? Қанша? 8. Жігіттер, қызық енді басталды. Ойдағыдан шықса дұрыс болар еді. Даникер аға ойланып қалды ғой, мені қорғайтын осындай қыз керектір. Жігіттер, әйтпесе мана Нұрбол көке балдызының нәзік екенін қақтан білсін. Жігіттер, негізі балдызы өз образын зор ойнап шықты, Иә. Тұнып тұрған актриса екен да. Енді не болады екен? Тоқта, естіп тұрсыңдар ма? Даникер аға біреумен сөйлесіп жатыр. Кеттік бар,
Iya. Мен саған ана ұры келген кезде менің қорқып кеткенімше. Бірақ сіз бар ғой, батыр екенсіз. Әлия, Мәншөк апаларым сияқтшы. Мен тура сіздей қыз іздеп жүргем. Иә. Жолғамыз дейсіз ба? Қай жерде? Міндетті түрде. Мен дәл сол уақытта болам. Кездескенше. Қойыпты ғой. Жігіттер, миссия орындалды.